Саламатсыздар ма балалар? Біз өткен сабақтарда халықтың келіншек күйін өткен болатынбыз. Бірінші, екінші бөлімін, ал енді бүгін үшінші бөлімін өтіп, осы күйді аяқтаймыз. Біз жоғарыдан санап 12-ші пернеге бірінші саусақпен түсеміз. Және одан кейін ортада бір пернені тастап кетіп, екінші саусағымызбен 14-ке түсеміз. Онан кейін тағы да ортада бір перне тастап кетіп, төртінші саусағымызбен 16-ға түсеміз. Ойнап көрейік. 1, 2, 3 және 16. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Қайталаймыз. Қайтадан 1, 2, 3, 14, 16-ға барамыз. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 14-ке бірінші саусақпен түсеміз. 1, 2 жоғарыға асқағамыз. 2, 16, қасында 17-ші пернеге үшінші саусақпен барамыз. 3, қайтадан 1, 2, 3, 14, 1, 2, 3, 1. Енді 12-ге бірінші саусақпен барамыз. Онан кейін жаңағыдай 14-ке екінші саусақ, 16-ға төртінші саусақ. 1, 2, 3, бір төмен, 2 жоғары қағыс болады. 1, 2, 3, екінші саусағымыз 1, төртінші саусағымыз 2, қайта екінші саусағымыз 3, бірінші саусағымыз 1, 2, 3, 1, 2 деймізде, екі шектіде ашық қағамыз. Осы бөлім қайталанады, реприза. Кәне? 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Бірінші саусақпен 14-ке түсеміз. 1, 16 және 17. 16, 17, 16. 17, 16, 17, 16 деген сөз балдар қиын болатын болса санау. Біз бұлай айтсақ та екінші тәсілі бар, тез жаттаудың бұл күйдің. Бұлай айтуға да болады. Бірінші саусақ 2, 3, екінші, үшінші, екінші. Осы жеңіл болса, осы тәсілді де алуға болады. Онан кейін бірінші саусақ 3, 1, 2, 3, 12-ші пернеге бірінші саусақ 1, 2, 3, 1, 2, 3. Бірінші саусағымыз 1, 2, 3, 1, 2, ашық. 0. Енді 11-ші пернеге бірінші саусақпен барамыз. 1, 2, 12, 3, 14. 12, 14, 12. Бұлай айтсақ та болады жаңағы. Екінші тәсілімізді пайдаланайық бұл жерде. 1, 2, 3, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9-ші перне. 1, 2, 3. 14-ші перне 5 саусақ тізбектеп қоямыз. 1, 2, 3. 7-ші перне. 1, 2, 3, 1. Кәнеке балалар, қайттан ойнап көрейікші. 1, 2, 3, 1, 2, 3, бірінші саусақ. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Енді әрі қарай 11-ші перне 2, 4, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9-ші перне 1, 2, 3. 14-ші перне 1, 2, 3. 7-ші перне 1, 2, 3, 1. Енді әрі қарай біз бұны екінші бөлімде өттік. Сол бөлім қайттан қайталанады бұл жерде.
күйді аяқтаймыз. Қайтадан үшінші бөлікті бір қайталап пысықтайық балдар. 12-ші пернеге бір саусақ. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 14-ке бірінші саусағымызбен түсеміз. 11-ші пернеге көтере қоямыз бір пернеге. 9-ші перне. 14, 7. Енді екінші бөлімде орындалған бөлікті қайталаймыз. Осы келіншек күйін аяқтаймыз. Енді балалар, бізге түсінікті болу үшін басынан бастап аяғына шейін мені тыңдап отырыңыздар. халық күйі келіншек күйін осылай аяқтаймыз. Балалар, міндетті түрде үйден осы күйді 10 реттен қайталап, қолдарыңды жүргізсеңдер, міндетті түрде бұл күй сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын. Рахмет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.